Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін тағы да бір пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте керемет дәмді болып шығады. Алдымен жұмыртқамызды миксерлейміз кішкене. Содан соң үстінен құмшекерімізді қосып, тағы да миксерлейміз. Алдымен баяуында, одан кейін сәл жоғарылатсаңыздар болады күшін. Осылай аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Мінеке аппақ көбік болды. Енді алдын ала өлшеніп алынған сүтімізбен сұйық майымызды құямыз. Содан соң тағы да кішкене араластырып жібереміз. Барлық өлшемдері пирогтың төмендегі описание бөлімінде жазып қалдырып кеттім. Тағы да бір кішкене араластырамыз. Содан соң құрғақ заттарымызды бір ыдысқа салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Яғни ұн, қопсытқыш және какао. Негізі барлық пирогтарда осылай құрғақ заттарды бір араластырып қойған жөн. Осылай араластырып болғаннан кейін жаңағы көпіртіп алынған жұмыртқамыздың үстінен 2 немесе 3 бөліп салып, тағы да миксерлейміз. Өзі қою әдемі массаға енеді. Мінеки дайын болды. Енді пешіміздің қалбына 3 шөміштей саламыз. Негізі осы бір массаны 3 кесеге құйсаңыздар бірдей көлемде. Сол кезде пирогтарыңыздың жаңағы корждары бірдей болып шығады. Мінеки осылай. Содан соң барлығын әсел пешімізге пісіріп аламыз. Барлық корждарды. Содан соң үстінен пропитка жасаймыз. Ол құмшекер және де су. Екеуін жақсылап араластырамыз. Құмшекері ерігенше сөйтіп әр корждың бетіне осылай жағып шығамыз, су сіңдіріп. Сол кезде пирогымыз құрғақ болмайды. Үстінен осындай заварной кремімізді саламыз да әдемілеп жағып шығамыз. Заварной кремнің толық рецептісі осы видеоның астындағы сүтті құс пирогында толық түсіндірілген. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай барлық корждарды бірінші пропитка, содан соң кремімізді жағып шығамыз. Содан соң бір күнге қойып қоямыз. Кремі пропиткасы жақсылап сіңіп, әдемі болып тұрады. Пирогтың шеттерін түзу етіп кесеміз. Яғни әдемі болу үшін. Шоколадымызды ертемізде кішкене сұйық май құйып, пирогымыздың бетіне құйып шығамыз, жағып шығамыз. Сонымен пирогымыз дайын болады. Мінеки нәтижесі осы. Видео мұнап пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Міндетті түрде жасап жатсаңыздар, комментарийде әсерлеріңізді күтетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.